Ертеде ешкі жүні бөртеде бір аңшы болыпты. Жануар құсына қарамай шетінен қыра беретін өте қатал адам екен. Аңшының ай десе аузы, күн десе көзі бар, сондай әдемі де, ақылды да, сүйкімді қызы бар екен. Атқан аңдарының барлығын қызына сыйлық қылып тартып әкеледі екен. Аңдардың арасында ертегі кейіпкерлері де бар екен. Тіпті ең қорқынышты гризли аюдан қызына тақ жасап беріпті. Қызы өте әдемі болғанымен аңшыға тартқан қиқар мінезі бар екен. Қиқар мінезін танытып отырғанда бір фея оны көріп қойыпты. Ақалай, мақалай дегенде ханшайымда құлақ пайда болыпты. Кенеттен қоянға айналып кетіпті.